Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін біз сіздермен таңғы асқа өте дәмді әрі тойымды болып шығатын күріш ботқасын бірге дайындайтын боламыз. Балаларымыз сүйіп жейтіні сөзсіз. Ендеше каналдан алыстамай видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге осындай бір кесеге жақын күріш қажет болады. Күрішімізді ыдысымызға салып, суы тазарғанша жақсылап бірнеше рет жуып шығамыз. Мінекей, күріштің суы осылай аппақ болып тазарғанша бірнеше рет жуып аламыз. Күріштің мөлшері сіздердің отбасы санына байланысты жасалады. Ендігі кезекте газымызды қосып, жаңағы жуып дайындаған күрішімізді салып, менде бір кесе күріш болғандықтан мен үстіне 2 кесе салқын су құйдым. Яғни бір кесеге 2 кесе салқын су кетеді. Бетін жауып қайнағанша күтеміз. Бұрқылдап қайнай бастағанда оттың астын баяу отқа қойып, кішкене ағаш қасықпен бір араластырып жіберсеңіздер болады. Қатты араластырып қажет емес, себебі асты жабысып қалуы мүмкін. Күріштің суы осылай әбден тартылғанша күтеміз. Суы тартылғаннан соң үстіне дәл жаңағы кесенің мөлшерімен 2 кесе сүтімізді құямыз. Және ағаш қасықпен тағы да бір жақсылап араластырамыз. Және оттың асты өзгермейді. Сол бір қалыпта баяу отта баппен пісіп шығады. Және дәміне қарай осы сәтте тұз немесе қант қоссаңыздар болады. Бізге тұз қосып жеген ұнағандықтан біз тұз қосамыз. Енді бетін жауып күрішіміз піскенше күтеміз. Мінекей, осымен біздің күріш ботқамыз дайын. Ең соңында дайын болғанда міндетті түрде үстіне сары май қосып жесеңіздер болады. Мінекей, менде қолдың сары майы өте дәмді болып шығады. Осылай күріш піскен соң ыстықтай ыдыстың ішіне салып жіберемін. Кейіннен бөлек тарелкелерге салғаннан кейін үстіне тағы да сары май салып ұсынамын. Мінекей, осымен біздің күріштен жасалған ботқамыз дайын. Сіздер де міндетті түрде дәл менің рецептім бойынша жасап, балаларыңызды қуантыңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мөлдір, астарыңыз дәмді болсын.